Қайырлы күн, 6 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен 8-12 ғасырларды ислам мәдениетінің алтын ғасыры деп атайды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге шығыстық орта ғасырлық мәдениеттің ерекшеліктерін айқындап, әйгілі ойшылдардың жетістіктеріне баға беретін боламыз. Араб халифатында мәдениеттің дамуына шаруашылықтың табысы өз әсерін тигізді. Суармалы жерлерге сұлы, бидай, құрма, қант құрағы өсірілді. Азияның басқа жерлерінен арабтар күріш, мақта дақылдарын өсіруді үйренді. Қолөнер жоғары деңгейде дамыды. Мақта мен жүннен жеңіл және сапалы мықты маталар тоқылды. Ирандық кілем тоқушы шеберлердің даңқы дүние жүзіне кең таралды. Сирияда ашық түсті жібек маталар, шыны ыдыстар өндірілді. Дамаск қаласында сапалы қару-жарақ соғылды. Араб көпестері сауданы кеңінен өрістетті. Олар шөл далалар мен биік тауларды басып өтіп, Қытайдан жібек пен фарфор тасыды. Үндістаннан маталар, дәмдеуіштер, асыл тастар әкелінді. Араб көпестері ұлы жібек жолы бойындағы қалаларда сауданың дамуына ықпал етті. Араб халифаты аумағына енген елдерде араб тілі кеңінен таралды. Араб тілі тек мемлекеттік қана емес, әдебиет пен ғылымның тіліне айналды. Мектеп медреселерде Құранды оқытуға басты назар аударылды. Ислам діні рухани қазынаның көзі саналды. Адамның ең басты көркі білім деді арабтар. Халифатта математика, астрономия, география ғылымдары дамыды. Бағдат қаласында үлкен кітапхана жұмыс істеді. Онда грек ғалымдары еңбектерінің қолжазбалары сақталды. Араб математиктеріне Евклидтің еңбектері белгілі болды. Арабтар үнді сандарын пайдаланып, алгебраның негізін салды. Бағдат пен Дамаскіде обсерватория жұмыс істеді. Күрделі аспаптарды пайдалана отырып астрономдар жердің көлемін есептеп шығарды. Аспан әлеміндегі жұлдыздардың орналасу тәртібін сипаттап жазды. Ғалым Әбу Райхан әл-Бируни жердің күнді айналатындығы туралы болжамы Коперниктен 500 жыл бұрын айтты. Ал денелердің жерге тартылуын Галилей мен Ньютоннан 600 жыл бұрын болжады. Еуропалықтар арабтардан карта сызуды, компас пен глобусты пайдалануды үйренді. Орта Азиядан шыққан ұлы ғалым Ибн Синаны Еуропада Авиценна деп атады. Ибн Синаның латын тіліне аударылған медицина туралы шығармасында бұрын белгісіз болып келген ауру түрлері мен оларды емдеу тәсілдері сипатталды. Арабтар саяхатқа шығып, Қытай, Үндістан, орталық Азия жерлерінде болды және көптеген кітаптар жазып қалдырды. Жүрген жерлерінің картасын жасады. Еуропадағы ең жоғары мәдениет ошағы арабтардың иелігіндегі Кордоба әмірлігінде шоғырланды. Кордоба университеті ғалымдардың аспан әлемі туралы еңбектері Еуропа астрономиясының негізін қалады. Осы күнге дейін көптеген жұлдыздардың атаулары, ғылыми, мәдени терминдер араб тіліндегі атауын сақтап қалды. Философия ғылымын араб ойшылдары одан әрі дамытты. Кордобалық философ Ибн Рушд Аристотель шығармаларына, Птолемей еңбектеріне түсініктемелер жазды. Ғалым Әл-Масуди «Замана тарихы» атты 30 томдық тарихи географиялық энциклопедия жазды. Араб саяхатшылары Еуропаға, славян елдеріне барып, қызықты мәліметтер жинады. Елдер мен теңіздердің карталарын сызды. Араб сәулетшілері тамаша сарайлар, мазарлар, қамалдар, мешіттер салды. Иерусалимдегі Әл-Ақса мешіті, Испаниядағы Кордоба мешіті, Гранададағы Алгамбра сарайы бүгінгі күнге дейін сақталды. Арабтардың үйлері тасқа қашалған ою-өрнектермен, қабырғалары мен едендері жылтыраған кірпіштермен, мозаикамен өрнектелді. Ислам діні адам типін, жануарларды бейнелеуге тыйым салды. Алайда өнердің тоқыма, зергерлік, сәулет түрі биік сатыға көтерілді. Шеберлер нәзік өрнектің алуан түрін туғызды. Араб әріптермен әсемдеп жазу немесе өсімдік және геометриялық пішіндерге негізделіп жасалған күрделі өрнек түрі арабески деп аталды. Араб мәдениеті түркі әлеміне де әсерін тигізді. Ислам дінінің таралуымен араб тілі мен жазуы енді ежелгі түркі жазуы діни нанымдарды ығыстырды. Арабша оқып білім алған түркілер арасынан Әл-Фараби, Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағұни,
Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Югнеки сияқты ғалымдар мен ойшылдар шықты. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы мәліметтерді оң жақтағы санаттармен сәйкестендірейік. Үйге тапсырма: 8-12 ғасырлар ислам мәдениетінің алтын ғасыры деп аталады тұжырымын Попс формуласы бойынша талдаңыздар.